Ассалаумағалейкум, құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері, сіздермен жас ағартушы, Ернар Education YouTube арнасының негізін қалаушы, мен Сыпабек Ернар Маратбекұлы. Құрметті менің көрермендерім, бүгінгі видео сабақты соңына дейін қарауға кеңес беремін. Өйткені бүгін мен сіздермен жаңа бір білімдердің бастамасын тұсауын кесетін боламын. Яғни осыған дейін мен қаржылық сауаттылық ғылымының әртүрлі сабақтарын өттім және қаржылық сауаттылықтарыңыздың сіздердің көтеріп жатырмын деген үмітім бар. Бизнестің қыр-сырларымен таныстық, қалай бизнес жасауға болады, активтердің түрлерімен таныстық. Олардың барлығы сіздердің өмірлеріңізге оң өзгеріс әкеліп жатыр деген менің зор үмітім бар. Енді бүгін біз жалпы өте маңызды тақырыптардың бірін сіздермен талқылайтын боламыз және мен өз білімдеріммен бөлісетін боламын. Ол маңызды тақырып, бүгінгі тақырып, яғни ол ақша ағымы квадрантындағы ең мықты, ең үздік квадрант инвестор. Яғни бүгін біз осы инвесторлардың негізгі деңгейлерімен танысуды бастаймыз және соның біріншісімен танысамыз бүгін, және ол сіздердің өмірлеріңізді өзгертетініне мен сенімдімін. Неге? Өйткені дәл осы инвестиция әлемін білу, инвесторлардың жалпы жасайтын нәрсесін білу, олардың қандай қателік жіберетінін білу, бұл сіздердің өмірлеріңізге оң өзгеріс әкеледі. Бүгінгі сабақтан сіздер өздеріңіз көріп жатқан болсаңыздар, қателіктеріңізді түсініп, сол қателіктерден сабақ алуға тырысыңыздар. Егер ол басқа біреудің қателігі болатын болса, оны да қайталамауға тырысу өте маңызды. Енді инвестор деген ол кім? Жалпы мен инвестор деген нәрсені өзім алғаш рет оқып, жалпы қаржылық сауаттылық кітаптармен танысқан кезде менде мынадай бір ой туындады. Яғни инвестор деген бұл өте сондай бай адам. Яғни бай, ақшасы көп адам, және ондай адамдар миллиондаған долларлармен, миллиардтаған теңгелермен былайша айтқанда бизнестерге ақша салады, сөйтіп сол ақшаларын өздері қайтарып алады. Міне осыларды мен инвестор деп қарадым және осындай адамдарды шамамен көз алдыма елестеттім. Бірақ кейіннен кейін инвестиция әлемін тереңірек зерттегеннен кейін инвестор деген ондай бір қиял ғажайып адамдар емес екендігін ұқтым, және бұл бәрімізде, мен де, сіздер де, кез келген қандастарымыз, кез келген қазақтар ауылда тұрсын, қалада тұрсын, инвестор екенін түсіндім. Демек, бұдан шығатын қорытынды не? Инвестор дегенді кейбір адамдар айтады, ол енді үлкен бір өте мықты адам ретінде көреміз. Біз инвестор, әсіресе Уоррен Баффетті көреміз, әлемдегі мықты инвесторларды. Бірақ шын мәнісінде әрбір ақшасы бар адам ол инвестор. Яғни сіз ақшаңызды жұмсайсыз ба? Сіз бір жерге оны саласыз ғой. Мәселен, магазинге барасыз, сіз нан аласыз. Кассаға ақша төлейсіз, наныңызды аласыз. Сіз не істедіңіз? Ақшаны салдыңыз. Қайда? Магазиннің кассасына. Базарға барасыз, немесе киім аласыз, тағы да ақшаңызды саласыз, сіз тағы да инвесторсыз. Яғни сіз ақшаңызды белгілі бір жерге салып жатсыз да, соның қарымына бір нәрсе алып жатсыз. Міне сол адам инвестор. Яғни барлығымыз да инвестормыз. Міне осылай қарапайым ғана ойлау керек. Және мен сіздермен енді бүгінгі сабақтан бастап сол инвесторлардың әртүрлі деңгейлерін таныстыратын болам, айтатын болам. Енді бүгінгі танысатын біздің инвесторларымыз бұл ең бірінші деңгей, яғни қаржылық сауаттылығы нөлге тең инвесторлар, немесе былайша айтқанда қарызданушы инвесторлар. Енді бұндай инвесторларға кімдерді жатқызамыз? Бұндай инвесторлардың ең басты, былайша айтқанда артықшылығы дейміз ба, ең басты олардың сипаттамасы мынадай. Артықшылығы емес, сипаттамасы деген дұрыс болар. Ең басты сипаттамасы, олар көп ақша табады, көп ақша табады және көп ақша жұмсайды. Міне бұл олардың ең басты сипаттамасы. Яғни олардың проблемасы не деген кезде олар айтады, біз көбірек ақша тапқымыз келеді дейді. Міне бізге мына тауып атқанымыз әзір аз, біз көбірек ақша тапқымыз келеді дейді да, тағы да қосымша жұмыстарға кіреді. Яғни олар бизнес ашып, немесе басқа біреудің бизнесіне ақша салмайды, олар қосымша жұмыстарға тұрады. Міне олар осы тұрғыдан өте қатты қателеседі. Яғни оларға ең басты проблема не болып көрінеді? Ақшаның аздығы болып көрінеді. Бірақ бұл өте үлкен, терең қателік, өйткені ол адамдар миллион доллар тапса да, бәрібір сол миллион доллардың басына су құйып, оны жұмсап жібереді. Неге? Өйткені ол адамдардың психологиясында тек қана ақшаны активке салу деген нәрсе жоқ. Олар ақшаны әбден жұмсап үйреніп қалған. Ондай адамдардың аузынан мынадай сөздер шығады. Мен осы затты қазір алмасам, онда мен еш уақытта ала алмаймын. Мен осы затты алуға лайықтымын. Немесе мен алмаған нәрсені балаларым алсын дейді да, балаларына Каспийден барып кредитке телефон алып береді.
Немесе ол адамдар айтады, мен былайша айтқанда осы үшін жұмыс жасадым, мен не үшін жұмыс жасадым сонда қаншама уақыттан бері, мен қаншама тер төктім, қаншама былайша айтқанда күндіз-түні жұмыс жасадым, егер осыны мен ала алмайтын болсам, немесе балаларыма алып бере алмайтын болсам дейді де, олар кредитке алып, былайша айтқанда бастарын кіргізіп, ана затты алып береді. Егер әрине дәл осы психологиясын олар наличкіге, яғни қолма-қол ақшаға алған болса, онда олар керемет бай адамдар болар еді. Бірақ олай жасамайды. Ондай адамдар көбінесе қарызға алып, сол қарызға баласын алып береді, жаңағы телефон, көлік, немесе басқа да заттар қымбат. Немесе өзі тағы да кредит алады да, соған былайша айтқанда заттарды алады. Көлік алады мәселен кредитке. Немесе ипотекаға квартира алады. Немесе теледидарды кредитке алады. Тіпті керек десеңіздер, қазір мынадай киімнің өзін кредитке алады. Міне осы инвесторлар, бұлар да инвесторлар, бірақ бұлар қаржылық сауаттылығы нөлге тең инвесторлар. Және бұлардың өмірінде қаржылық проблема ешқашан таусылмайды. Неге? Өйткені бұлардың психологиясында біз қанша таптық, сонша жұмсауымыз керек деген нәрсе бар. Яғни бұндай адамдарда эмоциялық мышление, ойлау басымырақ. Яғни олар еш уақытта рационал түрде ойламайды. Мен мынаны қазір алсам, бұның өтемі бар ғой. Кредит өсімқорлық, ол күнә. Және сол өсімқорлықпен мен аламын, одан соң еселеп банкке қайтарамын ғой. Оны ойламайды. Олар әйтеуір алса болды. Және біраз уақыттан кейін күтіп, сабыр сақтап, иманның жартысы сабыр дейді. Көріп тұрсыздар ма? Ислам бұл тұнып тұрған қаржылық сауаттылығының былайша айтқанда көрінісі. Ислам дінінде жалпы мұсылманшылықта барлығын үйренетін болсаңыздар, сіздер қаржылай сауатты болып тұрсыздар. Яғни 90%, ар жағында бір 10%-ын кішкене кітаптарды оқымасаңыздар, Роберт Кийосакидің мәселен ол кезде былайша айтқанда нағыз маман болып шыға келесіздер. Міне иманның жартысы сабыр дейді, олар бірақ сабыр сақтамайды, жоқ мен алуым керек дейді да алады. Неге алады? Әлбетте кредитке алады. Міне осындай инвесторлардың қаржылық сауаттылығы нөлге тең. Және бұлар әрқашан проблеманың үстінде жүреді. Бұлар көп ақша тапса да көп жұмсайды, соның нәтижесінде олар қаржылық тұрғыдан құлдыраудың сәл-ақ алдында тұрады. Керек десеңіздер, өте бай адамдардың өзінде осындай проблема болады. Яғни олар бизнестеріне мәселен ақша тапса, оған қымбат мүліктерді алып қояды. Яхта болуы мүмкін, былайша айтқанда ол үлкен көліктер болуы мүмкін, жақсы қымбат үйлер болуы мүмкін. Міне осындай заттарды алып қоятын болса, олар минусқа кетеді. Бұл инвесторлар, бұл адамдар біздің қандастардың қазір бір қателеспесем 90% осындай шығар. Өйткені екінің бірінің басында кредит бар. Екінің бірінің басында қарыз бар. Екінің бірінің былайша айтқанда қаржылық жағдайы өте қиын. Неге? Өйткені олар эмоционалды түрде ойлайды. Олар сәл шыдап ақшаны былайша айтқанда әртүрлі кәсіптерге салып, ақша тауып алғанды қаламайды. Олар дәл қазір, дәл бүгін алу керек. Және дәл қазір, дәл бүгін алам дейді де, ақшасы жоқ, кредит алады. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп ол кредитті төлейтін кезде бізде адамдар как будто бір тегін алған сияқты алады да банктен. Ақшаны алады, бір тегін алған сияқты, қайтарым жоқ сияқты. Сөйтіп оны ертең бөліп төлегенде олар еселеп қайтарады. Міне осылай олар басқанда кәсәкке кіреді ғой, бір сөзбен айтқанда. Міне дәл осы инвесторлар, бұлар қаржылық сауаттылығы нөлге тең инвесторлар және қарызданушы инвесторлар. Әлбетте бұлар да инвестор, өйткені ақшасын салып жатыр, ақшасында бір нәрселер алып жатыр. Бұлар инвестор, бірақ бұлар нағыз сауатсыз инвесторлар. Құрметті менің көрермендерім, мен сіздердің намыстарыңызға тигім келмейді. Мен сіздерге тек қана жақсылық ойлаймын. Бұл шын жүректен айтылып тұр. Мен жалпы мұсылман болғандықтан, сіздер де мұсылман болғандықтан күнәдан аулақ болу керек. Яғни бұл өсімқорлық, бұл күнә, ал Алла тағала Құранда күнә бұл былайша айтқанда өсімқорлық күнә, арам, ал сауда адал деп ашық көрсетіп қойды. Сондықтан сауда жасау керек, бизнес жасау керек. Сөйтіп бай болып жаңағы дүниелердің бәрін алу керек, одан соң садақа зекет беру керек. Міне осы жол тиімді жол. Ал өсімқорлыққа кіріп, кредит алып, жаңағыларды алғанмен одан пайда жоқ. Одан соң тағы мынадай нәрсе бар. Жалпы бізде қазір қандастардың көбісі реальный бай адамдар емес та. Они просто хочет показаться как богатым. Міне орысша айтқанда осылай да, олар жай бай болып көрінгісі келеді. Яғни олардың үйінің сыртынан қарасаң керемет шлакоблокпен тамаша былайша айтқанда соғып қойған үйлері, керемет жаңа үйлер, 2 қабат үйлер мысалы.
Оны сыртынан көрген адам қарайды да, мәссаған не деген бай тұрады дейді. Бірақ оның өкінішке орай кредиті бар басында 4-5, және ол түнімен ұйықтай алмайды. Түнімен былайша айтқанда ары дөңбекшиді, бері дөңбекшиді. Қарыз бар адам қалай ұйықтайды? Дұрыс қой. Одан соң күнә жасағаннан кейін ол кредит алып, Аллах Тағала оның берекесін де алып қояды. Міне сол себептен біз адал жолмен ақша табайық, яғни саудамен айналысайық, сатуды меңгерейік, бизнес жасайық. Сонда Алла Субхану ва Тағала бізге Аллах Тағала берекемізді беріп қояды иншалла. Ал осы қаржылық сауаттылығы нөлге тең инвесторлар болғыларыңыз келмесе, онда мен видеоларымды ары қарай көріңіздер, өйткені мен сіздерді керемет, нағыз мықты білімдермен таныстырамын, және ол біздің осы инвесторлардың әр деңгейіне шолу жасаған сайын сіздер оны байқай бересіздер және біле беретін боласыздар, Алла бұйыртса. Бүгінгі видеода неге сіздер өздеріңізде қатысын тапқан болсаңыздар, сіздер де өсімқорлықпен жаңағы кредит алып бір нәрсе алып қойған болсаңыздар, ақша жетпей жатқан болса, онда мен сіздердің намыстарыңызға тию үшін айтып жатқан жоқпын, тек жаным ашығаннан айтып жатырмын. Ол үшін дәл қазір кредиттеріңіз бар болуы мүмкін. Ол үшін енді сіздер тәубаға келіп, сол күнәларыңыз үшін өкінулеріңіз керек, және одан да маңыздысы сіздер сатуды меңгерулеріңіз керек. Яғни қаржылық сауаттылықтың реальнысын үйреніп, сонымен табыс табуды, бизнес жасауды меңгерсеңіздер, Алла бұйыртса, иншалла сіздер кредиттеріңізден құтыласыздар және адал түрде табыс табасыздар. Сонда Аллах Тағала сіздердің кәсіптеріңіздің, отбасыларыңыздың, қаржыларыңыздың иншалла берекесін беріп қоятын болады. Сондықтан қаржылық сауаттылығы нөлге тең инвестор болмайық, қарызданушы инвестор болмайық, қарызға батпайық, банктерге былайша айтқанда олардың алдында берешек болып қалмайық. Әрқайсымыз өз кәсібімізді жасайық иншалла, бай болайық, сатуды үйренейік. Сауда берекенің 10-9 саудада дейді пайғамбар салам. Сондықтан саудамен айналысайық иншалла. Сонымен қаржылық сауаттық ғылымының кезекті сабағы болды бұл, және бұл жаңа былайша айтқанда бағдарлама, яғни инвесторлардың деңгейлері, соның бірінші деңгейі, яғни қаржылық сауаттылығы нөлге тең инвесторлар, сонымен қатар қарызданушы инвесторлар сабағы осылай болды. Егер сіздерге видео сабақ ұнаған болса, өздеріңізге пайдалы мәлімет алған болсаңыздар, қателіктеріңізді түсінген болсаңыздар, онда менің арнама былайша айтқанда видеоға лайк басып, астына пікір жазып, өздеріңіздің қолдауларыңызды білдіріңіздер, және видеоны басқа да кредиті бар қандастарымызға, қарызданып жүрген қандастарымызға тарата отырыңыздар. Олар көріп, былайша айтқанда видеоны, олар да Алла бұйыртса сабақ алсын қателіктерінен, былайша айтқанда өздері қорытынды шығарып, жаңа бағытты ұстап, саудамен айналысып, адал кәсіп жасасын деп мен тілек айтқым келеді, Алла бұйыртса. Және ең бастысы, менің астында қоңыраушаны басып, Ернар Education YouTube арнасына тіркеліңіздер. Мен сіздер тіркелген сайын, сіздер маған қолдау білдірген сайын, шабыттана отыра сіздерге жаңа контенттерді, жаңа білімдерді беруге бар күшімді салатын боламын. Ендеше тағы да лайк басып, пікір жаза кетуді ұмытпаңыздар. Астында қоңыраушаны басып арнама тіркеліңіздер. Бүгінгі видео сабақ ұнады деген үміттемін. Келесі видео сабақта кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.